Пеш пен жылытуды пайдалану кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін бұзу жылыту кезеңіндегі өрттің өзгермейтін себебі. Сіз тұрғындар төбеден өтетін жерде мұржа құбырының қалай орнататын ең көп таралған мысалды көресіз. Металл қораптарды кесу қораптары сатып алынады. Олар орнатуды өте жеңілдетеді. Сыртқы жағынан өте тартымды, тот баспайтын болаттан жасалған. Бірақ бұл қораптар өрт қауіпсіздік талаптарын орындамайды. Қорапты жанбайтын материалмен толтырған кезде бұл конструкция өрт қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз етпейтін есте сақтау қажет. Оларды сақтау үшін кесу мөлшерін 380 мм-ге дейін арттыру керек, ал төбенің мұржаның құбырына қарайтын бөліктері сыланған немесе сазбен жабылған болуы керек. Кесу кез келген жанбайтын материалмен, оның ішінде заманауи жанбайтын жылытқыштармен немесе құммен толтырылады. Жазатайым оқиғалар мен өрттер статистикасына түспеу үшін Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт қауіпсіздік ережелерін еске салады. Пештер мен түтіндіктер жарамды, жарықсыз, сыланған және әктелген болуы тиіс. Жылыту маусымы кезінде түтін мұржаларын 2 айда кемінде 1 рет күйеден тазарту қажет. Пештің жағу есігінің алдында өлшемі 50-70 см металл табақ шегеленуі тиіс. Жарықтары бар және от жағатын есіктері тығыз емес пештерді пайдалануға, жағу үшін жанғыш сұйықтықтарды пайдалануға, пеште және оған тікелей жақын жерде отын, аяқ киім, киім кептіруге, оған тығыз жиһаз орнатуға тыйым салынады. Жанып жатқан пешті қараусыз қалдырмаңыз және оны балаларға қарауға тапсырмаңыз. Пешті оттыққа ұзындығы бойынша сыймайтын отынмен жақпаңыз. Өрт кезінде дереу 101-112 нөмірлеріне хабарласыңыз.